OPIC.kz электрондық оқулықтарды пайдалану бойынша нұсқаулық. Барлығы өте қарапайым орындалады. Смартфонда, планшетте немесе ноутбукта Google Chrome интернет браузерін ашасыңдар. OPIC.kz деп тересіңдер. Тіл нұсқасын таңдайсыңдар. Кітапхана батырмасын басасыңдар. Енді платформадағы барлық оқулықтарды қолдана аласыңдар. Іздеу қызметінің көмегімен сыныпты, тақырыпты, басылым тілін таңдайсыңдар. Өздеріңе қажетті оқулықты басыңдар. Алдарыңа оқулықтың мазмұны шығады. Қажетті параграфта таңдап, оны басасыңдар. Әрбір сабақ қайталаудан басталады. Мәтіндерді оқуға болады. Тыңдауға болады. Егер қыраттың салыстырмалы түрдегі биіктігі 200 метрден асса, жақсы айқындалған баурайы мен етегі болса, онда ол тау деп есептеледі. Бейне жазбада мәтіннің мазмұны нақты көрсетіледі. Осы тақырып бойынша фотосуреттерді көруге болады. Әрі қарай жаңа тақырыпқа көшеміз. Оны да оқуға немесе тыңдауға болады. Есептеудің жазбаша қалай орындалатынын қарастырамыз. Қосылғыштардың разрядтарын бір-бірінің астына орналастырамыз. Алдымен бірліктерді бірліктерге қосып, жауабын бірліктердің астына жазамыз. Әр сабақта өз біліміңді тексеруге арналған тапсырма болады. Бос ұяшықтарды толтырасыңдар. Осыдан кейін жауапты тексеру батырмасын басыңдар. Егер жауаптарың дұрыс болмаса, қатені түзетуге мүмкіндіктерің бар. Әр тапсырмаға орналастырылған тағы осы тақырып бойынша деген жазуға назар аударыңдар. Бұл оқушыға басқа оқулықтарда берілген тақырып бойынша өз бетінше көбірек білім алу үшін керек. OPIC.kz платформасында 75 оқулық қазақ, орыс тілдерінде орналастырылған. Олардың барлығын тегін оқуға болады. OPIC.kz-ге кіріп, білімдеріңді толықтырыңдар.